Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода қысқаша обзор жасайтын боламын. Клиенттерімнен оптом заказ түсті, қазір соны көрсетемін. Косметичкаларды осындай маталардан тігетін боламыз. Бірінші компаньоны осындай голубой түсте, гүлдісіз сыртында тұрады, өте жұқа мата. Оны синтифонмен, паутинкамен қосқанда басқа уже қалыңдап тігуге ыңғайлы болады. Осындай замоктармен. Келесі бізде қара түсті. Бұл жерде қара түсті однотонный ішкі бөлігі, ал гүлді принтпен сыртында болады. Келесі үшінші компаньонымыз бізде джинсовый матамен, плащевка матасы, плащевкасы ішінде болады, ал джинсы сыртында болады. Соңғы біздің компаньонымыз осындай қызыл түсте, сырты матаның велюр, іші жүрек принтпен. Келесі бізде осындай синтифон қажет болады. Бұның барлығы бізде косметичканы дайындап алу, тікпестен бұрын біз осылай матамызды жайып алып, қазір дайын выкройка лекалаларымызды қойып, тік төртбұрыш ретінде осы лекаладан бір 2 сантиметр, 3 сантиметр артығырақ алып, кесіп алатын боламыз. Міне мен бірінші размерімнің көлемінде кесіп алдым. Енді осыны матаның үстіне қойып, бізге неше штук қажет, солай кесіп алатын боламыз. Дәл осы қызыл жүректен менде әр размерден 4 штуктан қажет. Яғни мен 4 бөлікте осылай кесіп шығатын боламын. Келесі размер бұл М-ка, орта средний размер. Бұны да қойып, дәл солай 2 сантиметр, 3 сантиметр артығырақ етіп кесіп шығатын боламын. Косметичканың сыртқы матасын жайып алып, дәл солай біздің жүрек кесілген маталарымызды үстіне қойып кесіп шығатын боламыз. Одан кейінгі кезекте синтифонымызды жайып қойып, тоже сол размеріне қарай ішкі бөлігі, сыртқы бөлігі бәрін осы бір-бірлеп синтифонға қойып, кесіп дайындап аламыз. Міне бізде дайындалған косметичкалардың бөліктері осындай, размермен синтифон ішінде осылай кесіліп дайындалып қояды. Одан кейінгі кезең бізде осылай синтифонымызды алып, паутинканы үстіне қойып, керекті размерде кесіп алып, үстінен матамызды қойып, жақсылап жабыстырып үтіктейміз.
Осылай барлық косметичканың бөліктерінің бәрін үтіктеп шығамыз. Тек велюр матадан болатын болса косметичка, онда желательно велюр матаға үтікті тигізбеген дұрыс. Ішкі бөлігіндегі хлопок матаны үтіктеп аламыз. Косметичкамыздың барлық бөліктерін үтіктеп дайындап алғаннан кейінгі кезең бұл бізде осылай ромбиктер жүргізу, ромбиктер тігіп шығу. Бұл да өз қалауымен ромбик жасағысы келген адам осындай сәтте тігіп шығады, пока лекала бойынша кеспей жатып. Если просто ешқандай ромбиксіз, еш нәрсесіз болса, сразу лекаламызды қойып дайындап кесе беретін боламыз. Барлық размерге осылай ромбик жүргізіп өткеннен кейін біз лекаламызды қойып, тура лекаламыздың бойымен кесіп шығатын боламыз. Ары қарай косметичкамызды жинайтын боламыз тігіп. Каналда мини косметичканың тігілу жолы бар. Алдағы уақытта ең тиімді стандартный формада көрсететін боламын. Өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Міне косметичкалар осылай шықты. 4 формада, 4 размерде, бірақтан барлығы бір әдіспен тігілген. Сол менің мастер-классымдағыдай әдіспе. Тек қана бір ғана нәрсе, ол қызылдың ромбигі кішкене майдалау болды, ал басқа маталарда осылай средний размерді таңдадық.